Әкем біреу, анам да біреу менің, мен жығылсам сүйенер тіреулерім. Олар барда мереке, көргенемен қабақтарын шытқанын түнергенін. Менің досым әкесін жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар тапса даға, әке жалғыз, табылмас ақшаға да. Жамандасаң әкеңді саған әкеп, жақсы әкесін бере ме басқа бала? Әке білек, саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бойымен бәріне де тіршіліктің жылуы таралады. Әкем Балташ бар жоғы 35 жыл өмір сүрді. Өмірдің өкпе қараған өктем дүлей дауылына, тағдырдың таудай толқынына қарсы жүріп үйренген, еріксіз ерте сейген. Тұрмыс жағдайына байланысты еңбекке ерте араласып кетеді. Әкем намысшыл, тура сөйлейтін, еті тірі, алғыр сезімтал болған адам. Өкінішке орай Балташ балаларының өскенін көрмей арманда кетті. Әкем Балташ әнді жақсы айтатын, домбыра, қобызда ойнайтын. Сонымен қатар сырнай тартып балалайкада ойнайтын. Көне менің есімде қалғаны әкемнің қобызда ойнаған шағы. Біздің әкеміз Балташ Базан шақырып қойған аты Балтабек Ысқақұлы 1928 жылы Ерейментау ауданы Күншалған ауылында дүниеге келген. Қанжығалының ішінде Төлеке руы. 2008 жылы барып, ұрпақтары 50 адамдай барып, сол жерге ескерткіш қойып, сонда ас бергенбіз. Әкем Балташтың ұрпақтары 6 бала, бірақ 8 құрсақ көтерген, содан 5-еуміз қалғанбыз. Және бірінші әйелінен 1 бала іште кеткен. Одан қазіргі таңда сол 6 баладан 19 немере, 36 шөбере бар. Әкеміз Балташ 1964 жылы 4 наурызда дүниеден өтті. Артында қалған ұрпақтар еске алып, биыл 55 жыл өмірден өткеніне әкемізге арнап Құран бағыштағалы жиналып отырған себебіміз, онымен қатар әкемнің тұңғышы Қайыржан ағамның қайтыс болғанына, өмірден өткеніне 5 жыл уақыт өтті. Қайыржан ағам 64 жасында өмірден озды. 1950 жылы дүниеге келген ағам. Ұрпақтарынан қалған 2 ұл бар, 2 ұлдан 4 немере бар. Ағамның рухына Құран бағыштатып отырмыз. Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі де, ана, бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем, бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба,
тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Біздің анамыз Дәметкен Каменқызы 1926 жылы 15 мамыр айында Кереку өңірінің Ертіс ауданында Абай совхозында Аймакөл деген ауылда дүниеге келген. Әкемменен 49 жылы үйленіп, бесеумізді жеткізіп, оқытып, осындай қалға жеткізген бәрі анамыздың еңбегі. Анамыз өзі айтып отыратын, біз Қобыланды батырдың ұрпағымын деп, Айтқұл Жәдік Қыпшақтың қызы. Анам марқұм 2010 жылы 9 сәуірде дүниеден өтті. Анамыздың қайтқаны биыл 9 жыл, ол кісінің де рухына Құран бағыштағалы отырмыз. Балаларының, немере шөберелерінің берген дұғалары қабыл болсын. Ұрпақтары өсіп өне берсін. Дендеріне саулық, бастарына амандық, еліміз тыныштық болсын. Осы тыныштық заманда осылай бақытты өмір сүре берейік.